Армысыздар, ардақты ата-аналар, қонақтар, ұстаздар, оқушылар. 11 жыл бойы тәрбие мен білімнің бойына Мектепшілік аудандық пәндік олимпиаданың информатика пәнінің жүлдегері Алтынбекұлы Мәуленге сөз беріледі. Мемлекеттік туды қабылдаушы 10 класс оқушысы Жарқын болашақ олимпиадасының әнші бұлбұл номинациясының жеңімпазы Ысқақ Самат Болатұлына тапсырады. Еліңді таңғалдыршы ұлы істермен, қатарыңнан қаймықпай құрыш терген, туды биік көтеріп қалықтатшы, қуанта бер қашанда жеңістермен. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын биік көтеруге, мектептің абыройын қорғауға салтанатты түрде ант етемін. Нұрлы бүтін арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрметімізді көрсетіп, түлектерді шақырайық ортаға. Тәжірибелі ұстаздар, Олжабаева Гүлзат Мырзабек қызы және Дабылбар 9 оқушы бітірген отыр. Бүгінгі таңда мектебіміздің мерейін үстем етіп, ұстаздарды үмітін ақтағалы отырған 2 алтын белгісіне өткен оқушылар бар. Бүгін алғашқы қоңырау мен соңғы қоңыраудың арасын жалғаған 11 жылдың мәреге жеткен күні. Бүгін мектебім, ұстазым деп көңілінен қимастық кешкен күн. Бүгін атаң ақ жол тілеп, ақ бата берсем деген күн. Бүгін әже ерке ұланның ер жеткенін көрсем деген күн. Бүгін әкең қызым оқушылар, мектеп бітіруші түлектер. Міне бүгінгі қуанышты күні дәстүрлі соңғы қоңырау мерекесіне жиналып отырмыз. Бұл ерекше қуанышты да қимастыққа толы мереке. Қуанышты болатыны бұл күні барлық бала бір жасқа өсіп отырса, қимастығы жыл бойы оқыған сыныбымен қоштасады. Әсіресе мектеп бітіруші түлектер үшін ерекше күн. Бүгін олар 11 жыл оқыған мектептерімен қоштасқалы тұр. Яғни олар қоңырау сыңғырын соңғы рет еститіндері белгілі. Бәрі сыр араласқан өмір ауылың, бәрі шын қоштасарда қоңыраумың, мәнісін ұғарсыңдар өткен күннің, дауысын сағынғанда қоңыраудың дегендей, енді сендер үлкен азаматсыңдар. Сондықтан сіздерге арттырар міндет өте зор, биікке қаққан қанаттарың талмасын. Біздер үшін бұл жыл бойғы еңбегіміздің нәтижесін шығарар күн. Жыл бойы қалай жұмыс істедік, қоғамға не бердік? Оқу жылы біз үшін бөтен болмаған секілді. Биылғы оқу жылын 458 бала аяқтаса, оның ішінде 113-і оқу үздігі, 129 оқу екіншісі болды. Негізгі мектепті 40 оқушы бітіргелі отыр. 3 оқушы Әбдіразақова Ая, Сантай Теміржан, Бозғылбаева Фариза ерекше куәлікке ұсынылып отыр. Орта мектепті 29 оқушы аяқтайды. Оның 23-і ұлттық бірыңғай тестілеуге барып, бақ сынамақ. Қалған 6 оқушымыз мемлекеттік емтихан тапсырады. 2 оқушы Боранбаев Арман және Жетіруов Жасарал алтын белгіге үміткер. Биылғы оқу жылында мұғалімдер мен оқушыларымыз түрлі байқау сайыстарға белсене қатысты.
Аудандық пәндік олимпиадаға 25 оқушы қатыстырылып, 10 оқушы жүлделі орындарға иеленді. Облыстық кезеңге химия пәнінен 11 класс оқушысы Боранбаев Арман қатысып, алғыс хатпен оралды. Пән мұғалімі Кеңбейілова. Жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасында 5 оқушы қатыстырылып, Алдабергенова Арайлым ынталандыру, пән мұғалімі Жаңабергенова, Ысқақ Самат пән мұғалімі Садуова ынталандыруды иеленсе, 3-ші орын Әбден Гүлдана пән мұғалімі Шайхина, 1-ші орын Боранбаев пән мұғалімі Светлана Дүйсбаева жеңіп алды. Боранбаев Арман облыстық кезеңге қатысып келді. Облыстық достық олимпиадасында Ақниет Әлмұханова мен Жолтай Аяжан атты оқушыларымыз қатысып, жүлделі орындармен оралды. Құдайберген Жұманов атындағы университеттің грантына өткен пәндерінен бірнеше оқушылар қатысып, жақсы нәтижелерге жетіп, сертификаттар мен марапаттарға ие болды. Кіші ғылым академиясының ғылыми жобалар сайысына 7-ші А класс оқушысы Асанбаева Жанна, Досмұхамбетова Гүлназ, Рызағұл Рамазан қатысты, жетекшісі Айболат Ешімбетов. Халықаралық экология және инженерия ғылым академиясының ғылыми жобалар байқауына 9-ші А класс оқушысы Абдразақова Ая қатысып, жетекшісі биология пәнінің мұғалімі Бақытгүл Сотқаровамен бірге алғыс хатпен марапатталды. Аумин. Түсіріп жатыр ғой, мынау не? Синема етіп жатыр ғой, қарашы. Болды ғой. Мұғалім қызмет етіп отыр. Екеуі жоғары санатты, 24-і 1-ші санатты, 23-і 2-ші санатты. Биылғы оқу жылында 2 мұғалім жоғары санатта, 2 мұғалім 1-ші санатқа, 2 мұғалім 2-ші санатқа тағайындалды. 2 мұғалім 1-ші санатын, 3 мұғалім 2-ші санатын растады. 5 мұғалім базалық курсын, 1 мұғалім Кембридж деңгей бағдарламасы курсын, 10 мұғалім электронды оқыту курсын, 4 мұғалім арнаулы авторлық курстарын, 1 мұғалім қашықтық курсын оқып сертификатталды. 26-дан астам мұғалім облыстық республикалық семинар, шебер класс конференцияларына қатысты. Ақгүл Ешімбетова халықаралық семинарға қатысып келді. 3 мұғалім онлайн сабақ берді. Бақытгүл Сотқарова, Шаригүл Искакова, Гүлжанат Жұрымбаева. Облыстық мультимедиялық жобалар байқауына бастауыш класс мұғалімі Мейрамгүл Боранбаева жобасын жіберді. Ғылым білім кезет ұстаздарға арналған ғылым білім интернет ресурсымен ұйымдастырылған қашықтық жұмыстарға Светлана Дүйсбаева, Мейрамгүл Боранбаева, Жадыран Нұрманова, Балжан Бекетова, Ханым Мұрзағұлова секілді мұғалімдеріміз қатыстырылып дипломдармен марапатталды. Шайхина Алтын Нұр Отан партиясының 15 жылдығына орай партия төрағасының облыстық 1-ші орынбасары Бауыржан Байбектің алғысымен марапатталды. Аудандық тіл шебері сайысына ағылшын тілі мұғалімі Серімова Зәуре қатыстырылып, 3-ші орынға иеленді. Мұғалімдер арасында республикалық қашықтық интеллектуалды олимпиадасына Қарлығаш Аязбаева, Райгүл Дабылова, Бақытгүл Сотқарова, Ләззат Испанова, Нұрия Аязбаева, Светлана Дүйсбаева, Арай Кеңбейілова, Бақытгүл Дабылова, Гүлзат Өтепбаева, Мейрамгүл Боранбаева, Алтын Шайхина секілді мұғалімдеріміз бір және бірнеше пәндерге қатысып сертификаттардың иегері атанды. Аудандық мектепалды даярлықтың үздік педагогы 2014 жыл байқауынан мектепалды даярлық жетекшісі Ағдаулетова Айнагүл бас жүлдені иеленіп Қадірлі қауым, ұстаздар, ата-аналар, мектеп бітірген түлектер, жас өскін, адам баласының жалпы ең басты қуанышы оның артындағы ұрпағы. Әркім өзінің ұрпағының биікке шыққан, мерейлі болған, үлкен табыстарға жеткен өзінің қуантқанын жақсы көреді. Сондықтан бала бақты, ана бақты, ата-ананың бақты. Сол ата-ананың бақты екен десеңдер, балалар, жас азамат болып өту керек. Оған қазір заман да қолайлы заман туып отыр. Тәуелсіз Қазақстанның саясында өмір сүріп жатсыңдар. Міне бүгін темірбек жүрген мектебінде 23 бала ұлттық бірыңғай тестіге қатысады екен. Бұл аудан бойынша ең ұлттық бірыңғай тестіге көп қатысатын мектеп екен. Биылғы жылы жақсы тапсыруларға тілектес дайындайсыздар. Сендер өздеріңе жақсы жастардар ғана алға басасыңдар. Кешегі Мағжан ағаларының айтқан
Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Сол сенетін жастарымыз сіздерсіздер. Ендігі мынау кешегі бар біздің 20-30 деген бағдарламаны, 20-20 деген бағдарламаны қызығын көретіндер сендерсіздер. Сол заманның нағыз ортасында, бел ортасында жүретін сіздің сендердің қолдарында болады. Бұлай болса қайсың, қандай мамандық теңгерсеңдер де сол мамандықтың Кеудеге қателікте болды бізде кей жерде үйретуден жалықпаған ұстаздар жанашырда бола білген көп жерде қош бол енді мектебім менің сенде өсіп сенде көктедім қоштасар сәтті алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенім қош бол енді мектебім менің сенде өсіп сенде көктедім қоштасар сәтті алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенім жанымызда бейнең тұра жаңғырып келешектің алтын нұрын сепкендей алдымыздан арайланды таң күліп қош бол енді мектебім менің сенде өсіп сенде көктедім қоштасар сәтті алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенім қош бол енді мектебім менің сенде өсіп сенде көктедім қоштасар сәтті алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенім қош бол енді мектебім менің сенде өсіп сенде көктедім қоштасар сәтті алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенім қош бол енді мектебім менің сенде өсіп сенде көктедім қоштасар сәтті алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенім қош бол енді мектебім менің сенде өсіп сенде көктедім қоштасар сәтті алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенім Мектепшілік пәндік олимпиададан Қазақстан тарих пәнінен бірінші орын иегері. Аяулы ұстаздар, ата-аналар, қымбатты мектеп бітіруші түлектер. Біз бүгін Алтын Орда білім шаңырағымыздан арманымызға қанат байлап, болашаққа қадам басқалы тұрмыз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастарға үлкен үміт артып, бәсекеге қабілетті мемлекет болуымыздың бірден-бір кепілі білімді жастар екенін атап көрсетті. Елбасымыздың Қазақстанның болашағы жастар үшін жасаған жарқын істерін ризашылықпен қабылдаймыз. Ал біз алған білімімізді егеменді еліміздің гүлденуі үшін жұмсаймыз. Ал біз үлгілі тәртібімізбен
озат оқуымызбен, өз мүддемізбен ел мүддесін жоғары қоятын ел жанды азаматтар болуға ұмтыламыз. Білім нәрімен нұрландырған ұлағатты ұстаздарымыз, біздерді үлгілі оқушы, дарынды жас, талантты азаматтар болып өсіруге баулыды. Қырандай баптап, биікке ұшырғалы отырған ардақты ұстаздарға барлық мектеп бітіруші түлектер атынан аялы алақандарыңыз, жылы жүректеріңіз, үлкен еңбектеріңіз үшін зор алғыс айтамын. Барлық мектеп бітіруші түлектер атынан тәуелсіз Қазақстанның туын биік ұстаймыз. Өз білімімізді егеменді еліміздің гүлденуі үшін жұмсаймыз. Сәт сапар жас түлектер. Жасарал мен қазақ күресінің спорт шеберлігіне үміткер Бейімбет Фархатты шақырамыз. Бердібек. Біздің мектепте әсер барда да оқиды басқа балалар. Алаш сезім білдірген мектеп бағында балауса сезім жаңғырған кетемін. Сені жалғыз тастап кетемін. Көздерімнен жастық жас сезім. Бала кезім менді қош бол қадірлеген мектебім. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты бал дәурен сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты бал дәурен сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Қош бол мектеп, қош бол мектеп, қош бол мектеп. Қош бол енді мектеп. Барды кей кезде біз ренжітсек те, көзінде мейір тұратын. Енді ержетті сыныпта жігіттерде шашынан тақпас қыздардың кетемін. Сені жалғыз тастап кетемін. Көздерімнен жастық жас сезім. Бала кезім енді қош бол қадірлеген мектебім. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты бал дәурен сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты бал дәурен сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Қош бол мектеп. Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан атанадан баталады. Ұрпағын айтсын деп ақ тілегін ортаға шақырайық атананы.
ата-ана баланың бастазы дегендей, ата-ана мен мұғалім қатар тұрғанда бала өзіне деген қамқорлықты толық сезінеді. Апайлар мен ағайларымның Жастар алдына жесі жаңа келгенміз. тілегім сол. Сәт сапар тілеймін. Бақытты болыңдар. Міне жастар алдына. Жаңа келіп отырмын. Білімді ұрпақ еліміздің тірегі, жеткіншектің лүпілдейді жүрегі, шәкірттері озаша оқпай қалған, жақсыларға жақсы тілек береді деп ортаға директордың оқу ісінің орынбасары Еспанова Ләззат Хамзираны шақырамыз. Оқушыларды марапаттау туралы 2013-2014 оқу жылындағы 113 оқу озаты мақтау қағазымен марапатталсын. Аталған оқушы керушісі Еспановаға міндеттеймін. Мектеп директоры Берік Дүйсенғалиұлы Сейілханов. Құрметті қонақтар, ұстаздар және ата-аналар, биылғы мектебімізде білім мен оза шапқан, дарынымен дараланған оқу озаттар марапаттау рәсімін бастаймыз. 2013-2014 оқу жылында өте жақсыға оқыған үшін төмендегі оқушылар мақтау қағазымен марапатталсын. Осы үздіктерімізді орта мектепті бітіргелі отырған алтын белгіге үміткерлер Жетіруов Жасарал, Боранбаев Арман және негізгі мектепті бітіргелі отырған үздік куәлікке үміткерлер Абдыразақова Ая, Сантай Теміржан, Бозғылбаева Фариза үлгі болып жетелейді. Бірінші класс Абатұлы Ильяс, Алиакбарова Айғаным, Кремжанова Үміт, Еламан Елнұр, Медғатқызы Аяулым, Сабыржанқызы Амансұлу, Сантаева Алуа Құттыболат Аслан. Бірінші класс Аманова Лаура, Дауылбай Нұрғиса, Күншығарова Айжұлдыз, Ошақбай Аружан, Пекет Жансая, Мұрзағалиев Байдавлет. Бірінші класс Базарбаева Атина, Батырханова Сабина, Күншығарова Диана, Мұхамбетова Диана. Екінші класс Акымжанова Наргиза, Акымжанова Азиза, Біртаева Найра, Дүйсенғалиева Сабина, Сантаев Биғарыс, Ғалымова Көркем, Тұрғанбаева Сабина, Елеп Күлзар, Саматқызы Альбина, Орынбасарова Нұрай. Екінші класс Ақбалина Ділназ, Абукарим Кияс, Қуанышбек Құндыз, Біремжанова Аруна, Бауыржанқызы Гүлзия. Үшінші класс Ахметұлы Наурызбай, Күлтаева Қарақат, Қуанышбай Үнжу, Кубаева Нұргүл, Сиримова Үміт, Амантай Ариана. Үшінші класс Мақай Шакарым, Сантаев Досымжан, Садықов Әсет, Талғатқызы Сағыныш, Тургенбекова Диана. Төртінші класс Ағалмасова Фариза, Алипбаева Дилназ, Бектай Жақсылық, Тұрғанбаев Диас, Хасенова Айгерім, Қуанышбаева Индира. Бесінші класс Айтбайқызы Арайлым, Ақбалин Еркеғали, Амантай Расул, Алмұханова Ақниет, Базарбай Назгүл, Баймен Райгүл, Жамбылұл Ерназар, Әбілхайып Асылхан, Сарина Айжан. 6 класс Жолтай Аяжан, Рақымжанұлы Жанарыс, Түкенбайұлы Әділет. 6 класс Ақбалиев Мақсат, Әбдіғалиев Сабыржан, Дүйсенғалиева Фариза, Бұратова Айтана, Бірлік қызы Ғазиза. 6 класс Асуов Дәулет, Манарбек қызы Гүлден, Сереймова Ботагөз. 7 класс Асанбаева Жанна, Әбдіғапар Балтабек, Дұсмағамбет Гүлнар. Алдабергенова Арайлым, Арстанова Лаура, Дарина Шолпан. 8 класс Абдыразақова Ая, Сантай Теміржан, Бозғылбаева Фариза. Бұл оқушылар 2013-2014 оқу жылындағы үздік куәлікке үміткерлер. Алдарыңызда 2013-2014 оқу жылының үздік оқыған оқушылары. Жарайсыңдар. Мектебіміздің мәртебесін әрқашан биікке көтере беріңдер. Алдарыңнан арман жолы ашылады. Түлектерге бақыт гүлі шашылады. Қимастықпен осы жылдың алтын кілтін ізін басар сыныпқа тапсырады. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, өткен жылғы грант иегерлері қазіргі таңда еліміздің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарында оқып Біз жақтан отты сіздер. Жырға
ажыр жалға барамыз ұшып ұядан, айтамын саған аманат, ізбасар 10-шы сыныптар. Мейірімнен шуақ төгілген ұстаздар саған аманат, шығатын күміс үнімен әндерім саған аманат. Аулада тұрған талдармен сыныптағы гүлдер аманат, жастанып кейде ұйықтаған кітабым саған аманат. Көрінбей шимай шатпақтан дәптерім саған аманат, бір жеңіп бірде жеңілген жарыстар саған аманат. Сыр алған тұнық сезімнен өлеңдер саған аманат, қос өрім қылып тағатын ақ бантик саған аманат, үзіліспе соғатын қоңырау саған аманат, желбірейтін биікте алтын атуы аманат, үлгілі тәртіп үздік оқу ізбасарым саған аманат. Кір келтірмей атыңа биікте самғау бізге аманат. Қош бол алтын деп айтамыз сізге, сау саламат. Біз үміттерді ақтаймыз, ұлт намысын сақтаймыз. Ел тұғырын биік ұстауға, мектебіміздің мәртебесін көтеруге ант етеміз. Біз 10-шы сынып оқушылары сіздерден қастерлі аманатты қабылдай отырып, бізге артқан сенімдерді ақтауға, білім мен тәрбиенің барлық салаларынан алда болуға, мемлекетімізді гүлдендіруге, дамытуға негіз болатын ғылыми жетістіктерін кеңінен игерген саналы азамат болуға, мектебіміздің мәртебесін биіктетіп, жоғары деңгейге көтеруге өз үлесімізді қосамыз деген сенімге ант береміз. Арманымыз орындалса көкке жетіп, бақтым алдыңдағы үлкен үміт. Көрмеген артық сөйлеп, артық көліп, шәкірттерін баулады тәртіп қылып, шақырайық вальске тілектерді, қоштасу вальсын айтып тұрып. Кришна dedi. Вере. Gel vallahi. Ya. Бірлік деген даналар мен кемеңгер, бір-біріңді әрқашанда елеңдер, түрлі асу жолдарда да тағдырдың, бір-біріңе сүйеу болып демеңдер. Қош бол мектебім.